Ассалаумағалейкум армағазақ, егер біздің хикаяларымыз сізге ұнап жатқан болса, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеороликтерімізді соңына дейін қарастырыңыз. Ал онда біз бастадық. Бұл хикая жаныңызға азық болар жан түршігерлік уақиға. Өз үйінде жатқан Зиба апа денесін тұрғызардай шамасы да жоқ. Үйінің жанында музыка дауысы естілді. Олардың соседі Разия және Жайлыбек аға өздерінің дәурен ұлдарын үйлендіріп жатыр. Ол үйде бәрі қуанышқа бөленіп, музыканың дауысы, қуанышты күлгі дауыстары, жораларының күлкісі және де басқа бәрі қуанышты екені белгілі еді. Себебі ол жерде тек қана күлкі ойыннан басқа еш нәрсе болып жатқан жоқ. Көршісі Разия апа Зиба ападан хабар алуға палау алып, үйіне келіп кетті. Зиба апа да барар еді, алайда оның денсаулығы нашар болғандықтан ол бара алмады. Біраз ғана музыкадан кейін үнсіздік шөкті. Олардың бәрі тойханаға кетті. Ауру адамға уақыттың өтуі де өте қиын. Зиба апа осылайша үнсіздікте өз қиялдарымен теңізге шөге кетті. Осылайша ол ойларын бір тиянақтап көре бастады. Ол жастығын есіне алды. Ол көптен бері осылай өткенді естеп, түндері жаман түстер көріп, қорқынышқа бөленіп қорқа жүретін. Бүгінде ол өзінің жастығы туралы ойлай түсті. Ол кейде екі қыз болып өскені, Зибініса өзі кішкене қыз болып, өте ерке болғаны жадынан біртіндеп өтті. Ол ерке тантық болып өсті. Апасы жұмысқа пысық, үйдің тазалығына қарағандықтан ата-анасы оның жұмыс істемейтініне елеген де жоқ. Бірақ алайда ол жылдар өткен сайын өз басымша сөз қайтаратын, аналарын сөзін менсінбейтін дәрежеге дейін барды. Оның әлі де есінде, анасы науқастанып ауырып қалған кезінде анасы дәріге су сұрады. Алайда қыз оны өзі менсінбестен естпегенге салып үндемей ғана көшеге шығып кетті. Апасы өте пысық, жылдам келіншек болған соң, қыз болған соң, ол жақсы жерге келіншек болып түсті, өз-өзімен тынып кетті. Ол өзінің Зиба апа жас кезін ойлай отырып, сол кезде бір жігітке алданып қалғанын, ол институтта оқимын деп оны алдап, оны түсіріп кеткенін байқады. Шешесі Зибаның денесіндегі бірнеше дақтарды көріп, қызының бұл жасаған ісін түсініп, еңіреп тұрып жылады. Қызына: "Сен біздің жүзімізді жерге қараттың. Сен бұлай жасамауың керек еді. Енді қай басымды ұрайын қасіретесізге" деп зарлап жылап жіберді. Анасы еш нәрсені жасырмастан күйеуіне айтатын әдетін боласы пәрді жасырған жоқ. Күйеуіне бар шындықты айтып берді. Әкесі қызының ерке тантық қылығы деп ойлайтын нәрсесі бүгінгі күнде үлкен нәрсеге айналғанын біліп, сол жерде жүрегінен тұтпа ұстап, бір аяқ бір қолы істемей қалды. Бір айша осылай жатып, бір айдан кейін бұл дүниеден көз жұмды. Қызының осындай жағдайын білген әке зарлай жылай бұл дүниеден көзден жұмып та кетті. Зиба есе әкесінің мәйітінің үстінде жылап еңіреп тұрып, өзінің жасаған күнәлары туралысында ойлап, мың бір түспенен жылай берді. Алайда еш нәрсе қайта оралмайды. Бегі бар жастығын қайта оралмайды. Арадан уақыт өтті. Зибінісаның денесіндегі кішкентай дене дами бастады. Күннен күнге ол дамып, үлкейе бастады. Ол одан құтылу үшін әр нәрсе жасады. Алла тағала перзент беремін десе, береді екен. Ол ай күні жақындағанда анасы оны көрші ауылдағы апасының үйіне жіберді. Осылайша жас нәресте қыз 18 жасында ана атанды. Қолдары нәп-нәзік түйіліп ұстап алған нәрестеге қарап Зибініса еңіреп тұрып жылады. Тап осының бәріне осы кішкентай нәресте кінәлі де, оны не жасау керек екенін әртүрлі қиялдармен ойлап көрді.
Ол бір қиялын жинады да үйдің артына барып, кішкентай шұқыр қазып, үстіне шөп тастап қойды, білінбеу үшін. Осылай кеш батты, баласын емізіп жатқанда кішкентай нәрестесінің мөлдіреген көздерін ашып, анасын еміп жатқанын көріп, ол ойлана түсті. Оның алдында екі жол бар еді. Біріншісі, ол баланы көміп, бүтін өмірге еш нәрсе болмағандай өмір сүру. Ал екіншісі болса, баласына деген махаббаты менен баласымен бірге қалу. Осылайша ғұмыр кешу. Сол кезде оның аналық мейірімі асып, баласын қатты құшақтады. Біртіндеп ана махаббаты жеркенішке иелей түсті. Осылайша осы жеркенішіменен ұйықтап жатқан нәрестесін орады, жаңағы қазған шұқырға апарып тегістеп тастады. Баланың ыңыраған даусы шықты. Бала анасының нәзік қолшаларынан түсіп, босқа жерге келгенін байқағандай еңіреп жылай түсті. Оның үстіне бір қабат гөң тартылды. Жаңа өмірді енді мастасып, оған ең алғашқы қадамдарын есі басы жатқан шақалақ еш нәрсені білместен бұл дүниеден көз жұмды. Еш нәрсе болмағандай жасаймын деген Зібінуса өмірі бұдан кейін де жақсы болмады. Ол тұрмысқа шықты, алайда Алла тағала оны перзентсіздікпен қинады. Күйеуі оны қатты жақсы көретін, оның өміріндегі қарадақтарды байқаған да жоқ. Алайда Алла тағала оған перзентсіздік деген нышан берді. Арадан уақыт өтті. Ол 8 жылдан кейін күйеуімен ажырасты. Күйеуі басқа елге тұрмысқа үйленіп, балалы шағалы болды. Арадан уақыт өтіп, ол өзінің жаман әдетін тастамады. Одан әрі әрекетін жасады. Жастығынан пайдаланып түрлі жаман істермен шұғылданды. Апасының күйеуі де онымен араласуын қаламастан оған шектерлеу қойып тастады. Оны ешкім Зібінуса емес, Зібі деп шақыратын болды. Осылайша ол әке үйінен анасы қайтыс болғаннан кейін осында келіп жасай бастады. Міне, бүгін ол кең сарайдай үйінде жалғыз өзі ауырып жатыр. Ал ол ішін тырнайтын бір ғана сөз. Сол кезде нәрестемнің тағдырын неге олай шештім? Оның не кінәсі бар еді? Оны басқа біреуге бергенімде де болатын еді ғой. Неге мен оның тағдырын олай шештім? Қазір балам болғанда бір шәйнек шай демдеп келіп, маған ұзатар еді. Жалғыздық деген қиын екен деп, Зібі апа осы уақытқа дейін Алла тағаланың қарғысына тиіп, осылайша ғұмыр шегіп келді. Сол жаман түн, елес түнді ойлай береді. Әлі күнге дейін сол Алла тағала және оның ортасында болған жасырын жағдай, бұл жиянат, бұл уақиға оның бүтін өмірін бұлғай түсті. Алайда Алла тағала бәрін көріп тұр. Ешкімді жазасыз қалдырмайды. Ол жас сәбидің өлімін одан басқа Алла тағала көрді. Оның жазасын да берді. Зібінуса апа осыны да білетін. Ол осылай жатып жатқанда көрші үйдегі тойханадан келген апалар да тойын күлкімен әресе бастады. Оның көзі ілініп түс көре бастады. Ол түсінде аппақ нәрестесін, нәзік жанды баласын көрді. Әп-сәтте оның көзі қанға толып, Зібінуса апаның мойнынан бұға бастады. Осылайша тойханада сәлем салуға дайындалып жатқан таңдағы уақиғада ешкім білмейтін еді. Зібінуса апа таңға жақын бұл дүниеден көз жұмғанын ешкім де білген жоқ. Егер осы хикая сізге ұнаған болса, онда арнамыздағы подписаться және бір ғана лайк түймесін басып, біздің бүгін күн бойына жасаған еңбегімізді бағалай кетіңіз. Осылай қызық уақиғаларды сіздерге жеткізіп отырамыз.